Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Бүгінгі тақырып буын. Буын сөзді айтқан кездегі дауыс толқыны. Буын сөздегі дауысты дыбысқа негізделеді. Яғни сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Қазақ тілінде буынның 3 түрі бар. Ашық буын, тұйық буын, бітеу буын. Ашық буын дегеніміз дауыссыз дыбыстан басталып, дауысты дыбысқа бітеді. Тек дауысты дыбыстан тұрады. Мысалы, аға, ана, әке, ата, бала, қала, кері, шананы, босаға. Келесі буын түрі тұйық буын. Тұйық буын дауысты дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа бітеді. Көбінесе бірінші буында кездеседі. Мысалы, ат, ет, ант, өрт. Екінші буында киік, тиын. 3 буында тұңғиық, ақиық. 4 буынды сөздерде әдебиет, мәдениет. Бітеу буын. Ортасындағы дауыстыны екі жағынан дауыссыз дыбыс қоршаған буын. Бал, таң, көз, тарс, төрт, қант, бұлт, штамп, класс, грамм, мектеп, балдырған.